340 мың теңге переплатамен менің клиентім BI-дан 3 бөлмелі үй алды. Қалай дейсіз бе? Ол кісі первоначальный взнос 40% құя отырып, BI-дің старт продаж кезінде, кәдімгі сатылым кезіндегіден бағасы 30%-ға арзандаған күйде банктен 1,5% кредитпен 24 айға рассрочка сияқты қылып үй алды. Сонда бар болғаны оған үстінен төленетін ақшасы 340 мың теңге. Мысалға клиент 36 миллионға 3 бөлмелі үй алып тұрса, ол 2 жылда 36 миллион 340 мың теңге төлейді де үйді налично алғандай болады. Егер де сіздің историяңыз нашар болса, доходыңызды растай алмай жүрген болсаңыз, бірақ қолыңызда первоначальный взнос бар болатын болса, сізге застройщиктерден осындай тиімді бағада және де банктың тиімді пайызымен ипотека рәсімдеуге болатынын ұмытпаңыз.